Егер сіз мен сияқты балалықтың дәмін сағынған болсаңыз, бұл видеоны соңына дейін көріп, өзіңізге сақтап алыңыз. Ең бірінші аппарат жасаудан бастаймыз. Ыдысқа ыстық сүт, шекер, ашытқы ұнды салып, жақсылап араластырып, аппарат дайын болу үшін бетін жауып, ыстық жерге жібереміз. Шамамен 15 минуттан кейін ашытқы осылай көтеріледі. Оның үстіне сұйық май мен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды аз-аздан қоса отыра, қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысып бастағаннан кейін аз ғана сұйық майдан қосып, жақсылап бір қайтара илеп, бетін жауып, ашып көтерілуі үшін ыстық жерге жібереміз. Ашып шыққан қамырды майда зуаларға бөліп дөңгелетеміз. Дөңгелетілген қамырды видеода көрсетілгендей жұқалап қолмен жайып, ортасына қоюлатылған сгущенканы салып, қамырдың екі шетін жауып, видеодағыдай ораймыз. Әрбір булочканы противеньге бір-бірінен алыс орналастырып, бетін сүлгімен жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Шамамен 10 минут өткеннен кейін жұмыртқаның сары уызына 2 ас қасық сүтті қосып, әрбір булочканың бетіне жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бұл булочка пісіп шыққаннан кейін өте дәмді болады, қатып қалмайды, өте жұмсақ болып шығады. Қаласаңыздар бетіне сгущенка жағып, жаңғақ сепсеңіздер өте дәмді болады. Егер сізге осы рецепт ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.